Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 142-ші сабағымен танысатын боламыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ішкі жиын ауаның құрамындағы су. Бірінші тапсырма: суреттерге қара, оларда не бейнеленген? Оларды қандай екі жиынға бөлуге болады? Тапсырманы қима қағаздардың көмегімен орында. Мысалы, оларды ауа райы жиыны және киімдер жиыны деп екіге бөлуге болады. Екінші тапсырма: жиындарға қара, оларға атау бер. Екі жиын элементтерінің ортақ қасиеттерін анықта. Оларды қалай бейнелеп көрсетуге болады? А жиынын бір таңбалы жұп сандар деп атауға болады. Ал Б жиынын бір таңбалы сандар жиыны деп атауға болады. Олардың ортақ элементтері 2, 4, 6 және 8 сандары. Егер А жиынының әрбір элементі Б жиынына тиісті болса, онда А жиыны Б жиынының ішкі жиыны деп аталады. А тиісті Б деп белгіленеді және А жиыны Б жиынына тиісті деп оқылады. Жиындардың қатынасын Эйлервен диаграммасы көмегімен бейнелеп көрсетуге болады. Бұл жиын кез келген жиынның ішкі жиыны болып табылады. Үшінші тапсырманың асы: жиындарға қара, олардың элементтерін ата. Екі жиын элементтерінің ортақ қасиеттерін анықта. Жиындардың қайсы ішкі жиын? Екі жиынның қатынасын тез білесін пайдаланып жаз. А жиынның элементтері бүркіт, қыран, құмай, ал Б жиынның элементтері бүркіт, торғай, қыран, құмай және бұлбұл. Олардың ортақ элементтері бүркіт, қыран және құмай. А жиыны ішкі жиын. А жиыны Б жиынына тиісті екенін осылай жазады. Төртінші тапсырма: жиындарға қара, олардың элементтерін ата. Жиындарды қалай атауға болады? Жиындар элементтерінің ортақ қасиеттерін анықта. Жиындардың қайсысы ішкі жиын бола алады? Жиындардың қатынасын тез білесін пайдаланып жаз. А жиынның элементтері Атлант, Үнді, Тынық. Оларды мұхит жиыны деп атауға болады. Ал Б жиынның элементтері Жайық, Ертіс, Іле, Шу. Оларды өзендер жиыны деп атауға болады. Енді С жиынына қарайық. С жиынында теңіздер, көлдер, өзендер, мұздықтар, мұхиттар. А мен Б жиындары С жиынына теңесті. Мұны осылай жазасыңдар. Бесінші тапсырма: А тен 3, 15, 17, 23, 27, 30, 32 және Б тен 15, 27, 32 жиындары берілген. Жиындардың қайсы ішкі жиын болады? Эйлервен диаграммасын С және оған әрбір жиынның элементтерін жаз. Б жиыны ішкі жиын болады. Эйлервен диаграммасын сызып, оған әрбір жиынның элементтерін жазып көріңдер. Алтыншы тапсырманы осылай орындайсыңдар. Жетінші тапсырма: есепте суретте не бейнеленгенін түсіндір. Суретте күн ыстық болғанда су буға айналып, аспанға бұлт болып айналып, бұлттар қосылып, жаңбыр жауып, су қайтадан өзенге айналған туралы бейнеленген. Енді есептеп көрейік. 346 қосылған 48 көбейтілген 4 те болады 538. Шашаңызда 540 қосылған 360 бөлінген 3 тең болады 367 көбейтілген 5 азайтылған 160 көбейтілген 2 тең 15. 807 азайтылған 243 көбейтілген 2 тең болады 321. 8-ші тапсырмасын осылай орындайсыңдар. Ал 8-ші тапсырмасын осылай орындайсыңдар. 9-ші тапсырманы осылай орындайсыңдар. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.